Қазіргі таңда Шымкент қаласы полиция департаменті еңбекші аудандық полиция басқармасына 3 азамат арызданып келді. Аталған арыздарды қарау барысында арызданушылардың кәмелетке толмаған балаларының қолында болған мобильді ұялы телефондарын белгісіз ер азамат ашық түрде алып кеткендігі жөнінде көрсеткен болатын. Шымкент қаласы полиция департаменті еңбекші аудандық полиция басқармасының жедел уәкіл қызметкерлерімен жедел іздестіру шаралар барысында есімді азамат анықталып жеткізілген болатын. Тергеп тексеру барысында аталған азаматтан жауап алынып, осы қылмыстық іске күдік туып, аталған қылмыстық істер біріктіріліп, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 191 бабының 3 бөлігінің 2 тармақшасына дәрежеленді. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша жан-жақты тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Өзіңіздің істеген кінәңізді толық мойындайсыз ғой? Ұялы телефонда сіз гарант сауда үйіне сатып жүрдім деп өзіңіздің жауабыңызда көрсеттіңіз. Осы телефон ғой, осы ұялы телефон сатып жүрдіңіз. Дұрыс па? Қанша ақшаға сатып жүрдіңіз бұл? Мына телефон 12 мың.